Қойшыбаева Перизат Ізбасқанқызы 1993 жылы 20 желтоқсанда Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келдім. 2022 жылдан бастап балалар мектеп бақшасында жұмыс жасаймын. Өмірлік ұстанымым: пайда ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге. Осы балалар кітапханасы жобасын іске асыру мақсатында өз жобамды бастадым. Үздік оқырман жобасы. Мақсаты мектеп оқушылары арасында кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, оқушылардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, кітап оқумен қатар оқушылардың ой өрісін кеңейтіп, шығармашылық қабілеттерін арттыру, әдебиеттің маңыздылығын түсіндіру. Міндеттері: кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, оқушыларды үнемі кітап оқуға шақырып, олардың оқу дағдыларын қалыптастыру, кітап оқу туралы пікір алмасулар ұйымдастыру. Мен оқыған кітап. Мен көптеген ақын жазушылардың шығармаларын оқығанды өте қатты жақсы көремін. Сүйіп оқитын шығармаларымның бірі қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың 1976 жылы жарық көрген Өмір дастан атты соңғы жинағы. Мұқағали Мақатаевтың көптеген өлеңдері, поэмалары бар. Соның ішінде ақынның 1973 жылы жазылған «Аққулар ұйықтағанда» атты поэмасының қысқаша мазмұнын сіздерге айтып берейін. Бұл поэмада бір жанұяның баласы ауыр сырқатпен сырқаттана бастайды. Тауып шал баланы аққудың қанатымен аластаса ғана бала дертінен айырылады деп айтады. Әкесі санаға әбден сіңіп кеткен аққуға қарсы шығуға дәті бара алмай, өз перзенті үшін жан ұшыруға да дайын ана. Заңғар таулар арасында киелі аққулар мекен еткен жетім көлге барады. Көлге келгенде ананың қолындағы мылтығы абайсызда атылып, мылтықтың оғы аққуға тиеді. Шуды естіген қат жылқышы көлге келгенде аққуды өлтірген анаға өз ақылын айтады. Үйге қайтып оралғанда баласының қайтыс болғанын түсініп, есінен айырыла жаздайды. Мен кітапхананы ақыл білім адамгершілік ордасы деп білемін. Кітапханашы туралы мамандықты бір ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ел көп біле бермейтін, көп еленбейтін, қызығы мен қиындығы қатар жүретін, оқырманға кітап жайлы бағыт бағдар беріп, қызмет атқаратын мамандық иесі. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде білімділікті, икемділікті, шеберлікті қажет ететін мамандық иесі ол кітапханашы. Мен өз мамандығымды мақтан етемін.